Арыс қаласындағы Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясына қосымша 200 орындық ғимарат қосылды. Енді биылдан бастап мектепте 600-ден астам оқушы білім ала алады. Қазір осы білім ордасынан тілшіміз Айдана Дүйсенбаева тікелей эфирге қосылуға дайын екен. Айдана, білім күні қалай өтіп жатыр? Арма көрермен, қайырлы күн. Студия. Бүгін біз Арыс қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясына келдік. 70 жылға жуық тарихы бар көне мектеп. Бұған дейін 460 оқушыны қабылдаса, бүгіннен бастап 660 оқушыға дейін қабылдауға қауқарлы. Себебі мектеп жанынан қосымша 200 орындық оқу орталығы ашылып отыр. Бүгін мұнда 82 оқушы мектеп табалдырығын аттап бірінші сыныпқа қадам басты. Бірінші сыныптың бүлдіршіндерін құттықтап алғашқы қоңырауға куә болуға білім бөлімінің басшысы да келген екен. Аға, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, мереке құтты болсын. Рахмет, саламат. Ең алдымен осы жаңадан ашылған ғимарат туралы айта кетсеңіз. Мынау Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясы жалпы 54 жыл салынған ескі ғимарат болып табылады. Бұған дейін ертеректе қосымша корпустар бұзылған болатын. Сол себепті үш ауысымның алдын алу мақсатында 200 орындық корпусқа сұраныс берген болатын. Бұл былтырғы жылы басталып, өтпелі болып, биыл жылы оқушыға беріп жатыр. Бұл яғни мектепте қазір оқитын 950 оқушы. Бұл үш ауысым қалпына баратқан болғандықтан президентіміздің тапсырмасына сәйкес, яғни үш ауысым жою мақсатында салынды, биыл пайдалануға берілді. Мердігер компания болып, яғни облыс басқармасы тапсырушы болып есептелінеді. Және де мердігер компаниясы осы уақытында мерзімде берген үшін алғысымызды білдіреміз. Енді мұнда бастауыш сынып оқушылар оқиды ғой, иә? Арнайы тек бастауыш сынып оқушыларын жайғастырдық. Өйткені оқу парталарын барлығы соған лайықталып берген. Сол себепті бірыңғай бастауыш сынып оқушылары білім алатын болады. Биыл тағы Арыста қандай өзгешеліктер бар? Жайлы мектептер салынып жатыр екен, естуіміз бойынша? Енді Арыс қаласы бойынша жалпы 37 мектеп болатын болса, күрделі жөндеу бір мектебіміз өтіп жатыр. Ол да осы оқу жылында берілді. Жалпы алған уақытта құрылысы жүріп жатқан тағы да бір мектеп бар. Ол Отырар ауданындағы, Мөлтек ауданындағы 600 орындық жай мектеп бар. Одан бөлек 2 жайлы мектеп жоспарланған. Ол 2023-те биыл басталатын Тараз Мөлтек ауданында 600 орындық мектеп. Және Наурыз Мөлтек ауданында орындалатын, яғни енді жылы басталатын 600 орындық тағы да жайлы мектебіміз құрылысын бастайтын болады. Қазіргі таңда барлық құжаттамалардың бәрі дайын. Құрылысы қазір Тараз Мөлтек ауданында басталды, жүріп жатыр. Отырар Мөлтек ауданында дәл сондай. Ол жерде де қазіргі таңда жүріп жатқан қосымша жаңа құрылыс 600 орындық басталып жатыр ол жерде. Енді мынау үш ауысымдағы қауіпі бар мектептердің бірі Журов атындағы жалпы орта мектебіміз бар. Қазіргі таңда ол да заказчик дейміз ғой, ол тапсырушы облыс басқармасы болып табылады. 300 орындық корпусы қазіргі таңда фундаменттері құйылып көтеріліп жатыр. Жылдың соңына дейін беріледі деген күтімдеміз. Рахмет, тағы да мереке құтты болсын, озат оқушыларыңыз көп болсын деп тілейміз. Ал құрметті көрермен, айта кетсек, жалпы Арыста 37 мектепте 20 мыңға жуық оқушы білім алады екен. Оның 1500-ден астамы биыл бірінші сыныпқа қабылданған бүлдіршіндер. Ал студия мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өздеріңізде.